келіп жатырмын. Қызымның бүкіл дүниясын барлығын өзім алған болатын. Бесікке шейін өзім алдым ғой, киім кешектерін, барлық қажеттіліктерін өзім қамтамасыз еттім. Бұл бала тек маған керек сияқты да. Әкесінің жағынан бір әкелік бір қамқорлық танытайын деген сияқты ешқандай андай қарым-қатынас байқаған жоқпын. Сол себепті де бір жүрегімде бір қатты бір айтайын, жаман бір тақ қалып қойды да. Сонымен қызымды 40-нан шығаратын күн таяп қалды. Қызымның 40-нан шығуын енді мен барынша ешкімнен кем қылғым келмейді. Дос жарандарымызды, туыс-тумаластың барлығын шақырамыз ғой енді ол жерге. Бірақ қаражат болмағандықтан барлығын тағы да өзім қамтамасыз еттім. Дастарханға қажетті барлық нәрсені өзім сатып алдым, өзім жасадым. Барынша енді ерекше болсын деген ниетпен ғой барлығын шақырып жатырмыз. Бірақ енді әрине атақты күйеуімді әрине ешкімнің алдында мен дәрежесін түсіргім келген жоқ. Барлығын іштен сақтап келдім да. Сол күні достары келді деген сияқты. Барлығы осының арқасында деп күйеуімді мақтап барлығының көзінше дәрежесін көтеруге тырысып жатырмын. Сөйтіп жақсы қарсы алып алдық. Менің де туыстарым келді. Барлық достарымыз барлығы бір дастарханда отырды, құттықтады. Енді 40-нан шығу кішкентай мереке ғой біз үшін де, ең бірінші сәбиіміз болғасын. Сөйтіп аяқталды отырысымыз. Артын жинап жатырмын. Ол кезде енді күйеуім енді 2 бөлмелі пәтерде тұрдық қой, 2 бөлме болатын. Кішкентай болғандықтан енді кухняда барлық жаңағы ыдыстардың барлығын жуып болып, барлық ыдыстарды енді біздің бөлмеге апарып сол жерге жинақтау қажет. 2 бөлме болғандықтан оның үстіне таңертең атам жұмысқа кететіндіктен 5-те тұрып менің шай беретінім бар. Сол үшін күйеуім айтқан болатынмын, қазір достарыңды шығарып қайтта, сосын келіп мына ыдыстарды көмектесші, мынау ауыр маған. Бөлмеге апарып жинақтайық дедім. Таңертең мен атаға шай беруім керек дедім. Экс-күйеуім енді жақсы, хорошо, қазір келемін деді, шығып кетті. Енді достарын шығарып салды, барлығымен жаңағы давайласты ғой, енді бір сөзбен айтқанда, барлығымен жаңағыдай қоштасып, сонымен үйге кірді. Үйге кірген кезде білмеймін, бір шайтан түртті ме, бірден залға барып жата қалды. Сосын мен түртіп, тұрсаңшы жүр, ыдыстарды салып тастайық, мен де шаршаптым таңертеңнен бері, жаңағы дастархан жасап жүрмін, мен де демалған жоқпын, ұйқым келіп тұр деймін. Күйеуім тұрады да, білмеймін, бірден ашуға міне бастады. Я, тұрам дедім ғой, қоя тұршы дейді. Жақсы дедім де кухняға кетіп қалдым. Тағы барым, уақыт өтіп жатыр, мен де шаршап тұр, мен де адаммын деген сияқты демалғым келіп тұр. Тағы барған кезде бірден боқтап маған айғайлай бастады. Сол кезде енді мен де шыдамай, мен де манағы барлық нәрсе ішімде жиналып қалған ғой, өкпе назымның барлығы. Сол жерде ашумен шыны керек бір талай нәрсе айтып тастадым оған. Ол да маған айтпаған жоқ, мен де оған айтпағаным жоқ, бір сөз айтқанда. Соңында енді білесіздер, ол жұдырығын ала жүгірді маған қарай. Мен өзім бетімді қорғаймын деп қолымды ұстай бергенім сол еді. Жұдырық қатты тиген соншалық, мен тырнағым түбімен сынып кетті да. Одан кейін күйеуімен мүлдем сөйлескен жоқпын. Тырнағым түсіп қалды. Баламның қызымның киімін жуалмай жүрмін, ыдыс жуалмайым, ауыртады, ана жері ашытады деген сияқты. Білесіздер, кішкене жарақат болса да, бір жағынан өте ауыр жағдай болғасын мен жаныма қатты тиді да. 45-ші күн бала туған кезде енді 40 күн бойы күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдық шыны керек. Түнімен қызым ұйықтамайтын, өзім 1 сағаттық, 2 сағаттық ұйқымен жүретінмін ғой. 40-нан шыққаннан кейін де ұйқысы ауыспады. Түнімен ұйықтамайды, күндіз ұйықтайды да. Ал түнімен ол ұйықтамаған кезде мен қасында отырамын оның. Мен де ұйықтамаймын. Мен мүлдем өзімді бір жоғалтып алған сияқты болдым да. Салмағым 38 килограммға түсіп кетті. Гемоглобинім 75. Бір тірі өлік құсап жүрмін да ана үйде. Сонымен 45-ші күн, әлі күнге дейін мен есімде ол күн. 3 февраль. Таңертеңгі сағат 9. 9-да тұрып қызыма енді сүт беріп жатырмын. Демалыс күні болатын, воскресенье. Қызыма сүт берейін деп, біз бөлмеге алып әкеліп қоятынмын, барлық ыстық суын, қосымша сүтін барлығын. Сол сүтін дайындап жатырғаным сол еді. Күйеуім ұйқыдан тұрды. Маған қарап, біразға дейін үндемей тұрды да, бір уақытта арқамнан бір теуіп жіберді. Бар, тұр, шай ғой дейді.
мен түсінбей қалдым шыны керек. Айнаға бір қарадым да өзіммен ішімнен тілдестім. Мен соншалықты қоқыстан да төмен адаммын ба дедім. Өзіммен ішіммен сөйлесіп тұрмын. Бірақ сыртымнан еш нәрсе айтып отырған жоқпын күйеуіме да. Айнаға қарап тұрып, мен неге өзімді осыншалықты дәрежеге дейін түсіремін? Менің өмірім осындай болғанын қалаймын ба? Мен не істеп жүрмін? Мен кіммін мына үйде? Мына адам менің арқамнан тебетіндей кім? Осы күнге дейін мен әкемнен, ешкімнен таяқ жемегем. Ал мынау кім? Мені ұратындай деген сұрақ мына жадымда тұрды. Үндемей сол жерден орнымнан тұрдым да, киім-кешектерімнің барлығын жинай бастадым. Шкафымда еш нәрсе қалған жоқ. Шкафтағы барлық дүниямды пакетке болсын, коробкаға болсын барлығына жинай бастадым. Енем түсінбей, біздің бөлмемізге жетіп келді. Не болып қалды? Тағы не болды сендерге деп жаңағыдай барлық сұрап жатыр да, сұрақтың астына алып жатыр бізді. Мен үндемей, мен шаршадым, мен кетем дедім. Болды дедім. Мен осыдан кейін қайтпаймын дедім. Бүкіл киім-кешегімді жинадым, телефонымды қолыма алдым да өзімнің анама звондадым. Анашым айттым, егер сіз қабылдаймын десеңіз дедім, қазір мен үйге барам. Ал егер де қабылдамаймын десеңіз, мен бөлек үй жалдап, өзім қызыммен өзім бөлек тұрамын деді. Анашым түсінбей қалды. Бірден таксиге отырып, енді үйімізге жетіп келіп, анам бірден келіп, не болып жатыр деп енемнен сұрастырып жатыр да барлығын. Ал мен еш нәрсеге қарамай, ешкімді тыңдамай, киім-кешектерімнің барлығын жинап жатырмын. Анашым айтам, болды, мен қайтам, мен шаршап кеттім деді. Анашым үндеген жоқ, жақсы, қалауың сол болса, мен саған еш нәрсе айтпаймын, сенің соңғы шешімің осы болса, мен қабылдаймын деді. Сол үйден шыққандағы ең соңғы естіген сөзім, егер бұлай болатынын білгенде, неге ана баланы ішіңде болған кезде алдыртып тастамадың деді. Достар, мен қанша жерден тас жүрек болсам да, мына әңгіме менің сүйегімнен өтіп кетті. Осыншалықты қалай адам қатыгез болуға болады деген ой қалып қойды менің ойымда. Еш нәрсе демедім да, бүкіл заттарымды алып анашыммен бірге үйіме қайттым. Бірақ бір ай бойы мен дұрыс ұйықтай алмадым. Манағы барлық жағдай стресс, депрессия болды менде. Бірақ стресс, депрессиямды әрине сыртқы көзге білдірмедім. Ал ажырасып келгеннен кейін менің инстаграмым үлкен бір даудың алаңы болып кетті. Инстаграмда белсенділік қатты артып кетті. Қазір енді шыны керек, ажырассаң, байға шықсаң, сол кезде ғана инстаграмда хит боласың ғой, әңгіме өсек қой. Инстаграмда оқырманның саны бірден 200-нен атып шықты шыны керек, ажырасқаннан кейін. Сосын мен ойладым, өзімді қолға алдым. Салтанат дедім, сен мықтысың дедім. Еркектің істей алмайтынын сен істей аласың дедім. Тұрғаны өзіңді қолға ал дедім. Не істеп жүрсің деп. Қайдағы жоқ бір адам үшін өміріңді өксітпе дедім. Сөйтіп тұрдым да инстаграмда қолға алып, неше түрлі видеолар түсіріп, неше түрлі посттар жазып, белсенді бола бастадым инстаграмда. Әрине өсекке қалдым, неше түрлі сөзге қалдым деген сияқты. Ажырасып келгеннен кейін тумаластарым келді үйге, менің әкешіме айқай шығарды деген сияқты. Сол кезде тумаластарым маған, сен әулеттің шірігісің деді. Әулеттің пазорысың деді. Дәл солай айтқан болатын. Ол да маған қатты дейді. Өзім ажырасып, мен былай қарап тұрсаңыздар, ешкім еріккеннен ажыраспайды. Кез келген әйел адам өзінің отбасын сақтап қалуға барынша тырысады. Бірақ қанша жерден тырыссаң да, мана айтқанымдай, бір сынған құмыра екінші рет жаңадай, басындағыдай болмайды дедім ғой. Дәл сондай да. Отбасы да басында бір рет сыйластық жоғалды ма, содан кейін мүлдем ол нәрсені қайтара алмайды екенсің. Осылайша менің отбасылық өмірім аяқталды деуге болады. Енді жаңа өмір бастау керек, өз-өзіңді қолға ал деген сияқты мақсат қойдым алдыма. Енді қайтып келгеннен кейін айтып жатырмын ғой, біраз сын болды, біраз пікір болды деген сияқты. Тумаластардың көбісі теріс қарай бастады бізге. Бізбен араласпай бастады. Енді шыны керек, араласпай қалғандары да бар, қолдағандары да бар. Осы қолдағандардың ішіндегі бір үлкен бір алғыс айта кететін, әрине ең біріншіден ата-анама,
екіншіден